Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге бірінші рет дайындалғаннан мінсіз болып шығатын сметанник пирогының рецебімен бөлісетін боламын. Қамырын дайындау үшін ең алдымен ыдысқа ұнымыз бен қопсытқышымызды илектен өткізіп аламыз. Соның үстіне бөлме температурасындағы майды саламыз. Соның үстіне қантымызды салып, песочный тесто болғанша үгітеміз. Формаға песочный тестомызды саламыз, ал енді салмасын дайындаймыз. Ең алдымен қаймаққа 2 жұмыртқа қант қосып араластырамыз. Енді осы салманы жаңағы қамырымызға құямыз. Пешті алдын ала 180 градусқа қыздырып қойдым. Қызып тұрған пешке 35-45 минуттай пісіріп алдым. Дәмі деген өте керемет болып шығады. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Алда тағы да рецепттер салатын боламын. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер.